Мен номер 81 жалпы білім беретін орта мектептің 6-шы Д сынып оқушысы Айтбай Қыдырәлі осы бейне жазбамда Аманжол Рахымжанның Қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылмын деген батыл ойлы, шыншыл, дауылды поэзиясымен танымал ақын Қасым атамыз туралы, оның ішінде ақынның аты берілген Қасым Аманжолов ауылы, ақынның өлмес өршіл рухы жайлы баяндамақпын. Біреуге аспандағы асылымын, шарбаған жолым жатыр жеребе. Ақын шыр етіп дүниеге келген, балалық шағы өткен өлке де осы ауылдан алыс емес. Оған кейінірек тоқталатын боламын. Алдымен 1991 жылы ақынның 80 жылдық мерейтойында аты берілген ауыл жайлы әңгімелеп кетсем. Сүйем сені туған ел атам екен, абзал анам сенсің ғой жүрегің кең, жер мен көктің жаннаты бір өзіңсің, сенен артық не табам, қайда кетем деп жырлаған Қасым ақын аяғын басып соқпағында ізі қалған қасиетті жер бұл. Жаңғыртып жер жаһанды сен келгенде. Ақынның асқақ бейнесінің белгісі ретінде орнатылған ескерткіш ауылдың орталығына 1991 жылы қойылған. Ескерткіштің ашылуына ақынның жары Сақып Жамал, қызы Дариға және еліміздің атақты ақын жазушылары келген екен. Бұл ескерткішке ақынның туған күнінде айтулы іс-шараларда гүл қойылып тағзым етіледі. Жақыным жүрегімнің дос өлеңім, өмірге келгенім жоқ бостан. Қасым Аманжолов атындағы ауылдық округі деп аталатын ауылда 200-дей үй және 820 шақты тұрғыны бар. Ауылда мектеп, мәдениет үйі, әкімшілік, аурухана, дүкендер жұмыс жасайды. Әрбір ауыл тұрғыны, әсіресе мектеп оқушылары Қасым Аманжоловтың атын қастерлейді, оның өлеңдерін оқиды. Оған мектеп ұжымы ұйытқы болып отыр. Номер 19-шы орта мектептің тарихи өлкетану мұражайында Қасымға арналған бөлме бар. Мен осы жерде өзім болып, ақын туралы көп мәлімет алдым. Мазмұндылығы, Қасымның артында қалған жалғыз тұяғы Дариға, мына жерде Қасым ескерткішінің жанында түскен фотосуреті бейнеленген. Одан кейін Қасым Аманжолов селолық округі бар, осы туған жеріне округ атын беріп отыр, ауылдық округі. Тағы да бір айта кететіні, міне Қасым Аманжолов ойнаған аспаптар бейнеленген. Қасым Аманжоловтың өзі мұны қолы. Мынау Мырзатай Жолдасбеков ағамыз Қасым Аманжоловтың 80 жылдық мерейтойына байланысты жасатқан үлкен портреті екен. Осы портретті біз осы жерге қойып отырмыз. Қараша кең далаңа. Қыз қыстау, ата мекен Қызылдағы, ертеулі аттар толы қора маңы деп жазған екен ақын ағайыма деген өлеңінде. Осы қыстауға, оның туған топырағына биыл ақынның туған күнінде ауыл адамдары барып қайтқан екен. Дүниеге келер әлі талай Қасым, олар да бұл Қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді Қасымның өзі емес деп кім айтасын деген ақын өзім туралы өлеңінде. Ақынның туған жерінде оның рухты поэзиясынан нәр алып, өлең жазып, ақындыққа ұмтылған жеткіншектер аз емес. Қасиетті топырақтан нәр алып, Қасымға еліктеп өлең жазған журналист болған бұл өлкенің жастары да баршылық. Мысалы, Қамқор Қойлыбайұлы, Мөлдір Әлжанова сияқты ақын апа-ағаларымыз бар. Арқа ақшамы газетінің бас редакторы Жанат Жаңқашұлы, Орталық Қазақстан газетінің тілшісі Сағыныш Әбілова да осы Қасым ауылының тумалары. Ақынның жолы өнеге, өлеңі рух, сондықтан бұл киелі өлкеде әлі талай Қасым дүниеге келеді.
Уа дариға алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше гөр, жаталмас ем топырағыңда тебіренбей, ақын болмай тасың болсаң мен егер, деп жырлаған Қасым ақын туған еліне поэзиясымен әлі қызмет етіп келеді. Ендеше жас ұрпақ туған жердің қадірін біліп, өлкеміздің әр тасын, бұлағын, ағашын жақсы көрейік. Қасым Аманжолов атамыздың өлеңдеріндегі дауылды рух лебі еліміздің, отанымыздың жолында еңбек етуге жетелей берсін.